қонақтары, ассалаумағалейкум. Армысыздар ардақты ағайын, қадірлі де қымбатты той сүйер қауым. Қош келдіңіздер, шіркін тойға шақырылған уақытқа ешқашанда и никогда уақытылы жиналмайтын жаңабайлар бір жақсылап той жасағанда қол соқ қойға қиналмайтын ағайын той құтты болсын. Қадірлі ағайын, бүгін енді барлықтарыңызға белгілі әз әулие атамыздың төрінде, Жамбыл атамыздың жерінде, тасын түртсе тарихы көрінер Тараздың төрінде, Жаңабайлардың елінде, төрінен мейман үзілмеген Тұрлыбаевтар әулетінде ағайын көптен күткен ұлы той, Ақтүйенің қарны жарылған күн. Бірде-бір бөтен жан жоқ, жанашырлардың бәрі жанымыздан табылған күн. Өйткені біріңізге замандас, біріңізге әріптес, біріңізге іні, біріңізге бауыр, біріңізге құда, біріңізге нағашылы жиенді. Әрине біздің Орынбек ағамыз қос 20 жасын қанжығасына байлап, жақсылардың жағалауын бойлап, өзге жандарымен емес, өздеріңізбен ағайын тойын тойлап жатқан сәтте, тойымыздың төрінен төбе көрсетіп келіп отырған барлықтарыңызға шын жүрегімізден алғыс білдіре отыра, бәрімізге ортақ қуаныш құтты болсын деп ағайын бір қол соқ қойға рұқсат етіңіздер. Енді әрине уақыты жоқ заманда, уақыт тауып, даладағы ыстыққа қарамай, жүректегі бұл отбасыға деген жылылықтың арқасында құрметтің бәрін көрсетіп келіп отырған, біз енді ағайын рұқсат етіңіздер. Ас егесімен тәтті. Орынбек ағамызды балаусапкемізге барынша сіздерге деген осы күнге дейінгі құрметін дәл бүгін осы отбасыға біз көрсетейік. Ендеше тойымыздың егелерін тамаша әнмен тойымыздың түріне қасалайық. Ал қошаметтеріңіз. Қолдағаныңдай, бала кезден мені қорғағаныңда, бағалаймын әке, сіздей адамдай, қадірлеген менің алтын анамды. Қошамет! Ойлап жүрген келешегімді, орны бөлек менің әкешім. Бар кезінде барша ұл қыздар, қадірлесін деймін әкесін. Шашу! Ел алдында абыройы бар, қай кезде де менің әкемнің. Бала күнгі жалғыз арманым, орным басам деген әкемнің. Бағалаймын әке, қолдағаныңдай, бала кезден мені қорғағаныңда. Бағалаймын әке, сіздей адамдай, қадірлеген менің алтын анамды. Әрбір басқан қадамдарыма жол көрсеткен менің әкешім. Жасап жатқан амалдарыма қолдау берген менің әкешім. Жақсылыққа себепкер болған жанашырым ол менің әкем. Отбасыма қашанда қорған мақтанышым ол менің әкем. Бағалаймын әке, қолдағаныңдай, бала кезден мені қорғағаныңда. Бағалаймын әке, сіздей адамдай, қадірлеген менің алтын анамды. Замандастар қайда, поддержка қайда? Қол соқ қоймаймыз ба? Әй, шіркін! Әй, шіркін ай! Бағалаймын әке, қолдағаныңдай, бала кезден мені қорғағаныңда. Бағалаймын әке, сіздей адамдай, қадірлеген менің алтын анамды. Бағалаймын әке, қолдағаныңдай, бала кезден мені қорғағаныңда. Бағалаймын әке, сіздей адамдай, қадірлеген менің алтын анамды. Қадірлі көпшілік, мына қамшының сабындай қысқа ғұмырда енді біз асыра сілдеп айтудан аулақпыз. Бірақ Орынбек ағамның сіздердің орталарыңызда да, ел ортасында да
еңбек жолында да орны ерекше. Өйткені бұл кісінің жүрісінің өзі еркекше. Орынбек аға Алла тағаланың сыйғып берген бүгін қос жиырмасы құтты болсын. Міне енді берекелді қайырлы жас болсын. Алла тағала осы көзге көрінген перзенттеріңізді тіл көзден сақтаса екен. Шіркін Орынбек пен Балаусаның перзенттерін қарашы деп ел жұрт сырттан қарап сүйсініп мақтаса екен. Біздің енді мынау Орынбек ағамыздың тірнектеп тапқанын бір арнаға тоғыстырып, осы отбасының алтын қазығы болып отырған Балауса әпкеме бір қол соқ қойға рұқсат шығар. Рас еңбегіне ел қызығатын, сырттан қараған жан сүйсінетін, тындырынды тірлігіне талайлар сырттан қарап таңырқайтын отбасы, тіл көзіміз тасқа, басқасы басқа, бүгінгі бақытты сәтті Алла тағала ұзағына сүйіндірсін. Құрметті ағайын, құрмет қошеметтеріңізге мың алғыс, дастарханның басына жайғасуға өздеріңізге рұқсат едейік, суретке түсіріп алуға мархабат. Жарылқасын көкемізге осы отырған дүйім жұрттың атынан қолға салайық. Жарылқасын көке келіңіз, батасын беріп, дүбірлі той бастап беріңіз. Мархабат. Көріп тұрсың сен ана, нағыз қазақ осы міне танып қой, алғашқы рет. Енді мынау Жарылқасын көке әулетіміздегі көптен көткен жақсылық құтты болсын. Той қыласын. Өзгелердің әрине бұл сөзге талас жоқ. Өзіңізге дүбірлі тойды бастау бұйырған екен. Ал құрметті тойға келген қонақтар, бауырларым, құдалар, қатарлары орынбасардың. Бүгінгі Орынбек бауырымның, інімнің 40 жасын тойлап атқан екенбіз. Той құтты болсын. Орынбекке тілейтінім өмірдің биігінен көрінсін, өсіп өнсін, жамандық көрмесін. Бәріңізде осында той көріңіздер. Тек қана жақсылық болсын, жақсылықта өстіп, сіз біздесіп, бас қосып, жүре берейік. Тойың айналайын құтты болсын жаным. Той ашық деп жариялаймын, ішіп жей беріңіздер. Бата тілегіміз қабыл болсын, мұратымыз асыл болсын. Енді мынау көке кетіп қалмаңыз. Орынбек аға, Балаусапқа келіңіздер, бір жақсылап естелікке суретке түсіп алайық. Келешек ұрпаққа естелік болсын көшіміздің қалай басталғаны. Жарылқасын көке алғыс білдіреміз. Орынбек ағамыздың 40 жасты ойының қадірлі қонағы болыңыз деген шақырту алдық. Ендеше сол дүбірлі тойдан қапы қалмайық. Көшпен қатар барып, бізде жақсылап тілегімізді арнайық деп, мына қазақ елінің түкпір-түкпірінен жиылып отырған бүгінгі берекелді думанды тойымыздың аса құрметті қадірлі қонағы болуға бұйырып отырған қадірлі көпшілік, қымбатты ағайын, тойымыздың көші басталды, таяқ әрине жерге тасталды. Бұйырған астан дәмнен ала отырыңыздар. Бүгін енді бір қуантатыны Орынбек ағамызға, Балаусап әпкемізге рахмет. Барын салып, жанын салып, көңілдеріңізді табуға тырысып жатыр. Әрине сырасы жоқ, сауабы мол тойға келіп, енді әрине әрқашанда ниетіміз Алла қабыл етсін деп, осы көптің дүйім жұрттың басын жиып отқан жағдай бар. Ендеше тойымыздың алғашқы әні болсын, әуезді әндері арқылы көпшіліктің көңілінен шығып жүрген Саят мырза, патша көңілдерің үшін ән шырқайды, той қыласын ағайын. Кездескенде ақ жүзіңе шағылған, күн нұрына қайран қалып кетіп сезімімді күмән санап жаңылған, батылым жоқ болғаныма өкінем. Кімге барып, кімге айтып, кімге барып өтінем.
орынбек ағам мен балауса ханымның көңілі алаңдап тұр. Көңілі бір арнаға түссін деп, бір қол соқ қойға рұқсат деген. Енді мына жалпы залда бөтен адам жоқ қой енді. Көз көрген замандастардың бәрі осында, ағайын туыстың. Бұл енді Орынбек мырза мен балауса ханым қай жылы, қай күні отау құрды? Білетін мейман бар ма? Негіз, мұна кісілер танисыздар ма өзі? Келіңіз ортаға. Жаным сені көрген күні, көңілімде күмбірлеген күйдінді. Қарақат күз қалды мұңлы, сені ұлаумен бұздым талай ұйғымда. Кім жем қойлық неғма? Қой, қай жылы, қай күні? 2010-да маусым айында. Да, ты чё? Сондай ма? Жоқ. Баркім, ау? Ойма, 2010 жылы. Жатып демал болмадың. Кейін не қыласын құрсын давай. Ана кісі айтсыншы, айтқысыңа кеп отыр. Келі қойшы. Тыңдаймыз газ. Биліп. Чинури, hem gülü evluni. Ay, Чинури, hem gülü evluni. Liki oyna. Ана, ойна лики. Шірген, енді көріп атсыздар ма, қалайсыздар? Сәлеметсіз бе? Қай жылы, қай күні? 2009 октябрьдің 10-ы. 26-сы. Айтыр, жем қорыққан бірдеген қалдық айтыр. Күн үштен кеш жоқ, бірақ енді сол тойда болдыңыз ба? Бұл кісі келін болып түскенде? Жоқ, болмай қалдым. Сен? Енді жалпы кім болады бұл кісілер? Әпкесі. Кімнің әпкесі? Аташканың әпкесі. Кімнің? Аташканың. Аташкасы несі? Енді білдім. Бұл неғып бейті спокойно жүріп Аташка екен ғой бұл. Секрет енді ашылып атыр. Сіздің алып қосарыңыз бар ма? Келіңіз, ойбай, анада айтам дейді. Я подарю тебе ландыши. Все, қойықты болсын. Қай жылы, қай күні? 2019 27 октябрь. Мен ойымша. 2019-да? 9 деймін, 2009. 2009 жыл? 27 октябрь. Кім қойшы? 27 октябрь дейді. Өзді білмейді ма? 26 түнде болды. 26 түнде болды дейді. Күз ғой, күз. Мен ешкім көктем деп атқан жоқ қой. Енді бұл екі кісіге қандай сыйлық береміз? Бере берейін ба? Балауса, бере берейін, қарамаш қосын. Анам берме деп. Бірақ екеуіңізге ерекше рахмет. Келіп, біз айтайықшы деп бірлік танытып жатқан. Аман болыңыздар, рахмет. Енді Орынбек ағамның енді осы 40 жасы күнде тойланып атқан жоқ. Так что мен ең ұзақ жол жүріп болса да барайын, тілегімді айтайын деп, ұзақ жол жүріп келген қонақ бар ма? Ең алыстан келіп отқан. Қазақстанның қай қаласынан бармыз? Келіңіздер. Разница жоқ, келе беріңіздер. Келіңіз, келіңіз. Бақ ішінде қызыл алма, бірін таңда бүзіп алда жолдан қалма. Бақ ішінде қызыл алма. Ана кісі маған келе жатырсың, кетіп бір жатыр екен. Қайыртым, ақ көңіл бешері билей бересің көрінгенмен. Қош келдіңіз. Қай қала? Талдықорған. Талдықорған. Талдықорғамаған біреу бар ма? Кім боламыз? Кластас. Кімнің? Орынбек. Бірге оқыдыңыздар ма? Иә. Бұл кісінің бала күнде паганялас қандай еді? Аташка. Сол күй қалды ма? Қаусаған қасіретті қара шалмын. Басқа, Қызылорда бар деп атыр еді. Қызылорда бар. Қайда Қызылорда? Ойба, кесеңші. Махаббаттың баса алмаған, қызыл гүлің аша алмаған, басшылығын жасы. Тойықты болсын аға. Қай қала? Қызылорда. Қызылорда да болсын, аға адамдар бар ма не?
Жақтық. Қызылордаға барған сайын кілең қызығам ауа райына. Жел көрсе бітті бұлар. Сүйсінеді. Басқа қаладан келдім менде не бопты дейтін кім бар? Ертең жемқорлық болып жүрмесін. Ертең Орынбек ағаға бәкеңе басқаша айтып жүрмейік. Болды ғой, ризамыз ғой. Кесеш құсын кел. Келмей ма? Жанары оттай жаным жүрегімді шоқтай қарап сұлуларды көрген жаным таға таппай қалып нананей жүректің әсем әніндей. Биіңіз адам таңғалатын би болды дейтіндей. Қош келдіңіз. Қай қала? Алматы. Кім боламыз? Бөлем. Бөлес қалып кетер зада не болды мысалы? Бөліп жағандай болатын ек қой ертең. Енді болған шығар, я? Енді не ғой, жеңше, подарка алып беріп не қыласыз ба? Кім болады бұл кісі? Жеңгеңіз ба? Максик бірдің айтып қорқып тұрмын шынымды айтайын. Аташкин тойында апашкілерін таяқ жеп жүрмейік? Енді сіздер ренжімеңіздер. Бізде мынау не тока Алматы, не тока Қызылорда, не тока... кім әңгіме айтып жатырмын? Не тока Талдықорған. Бізде Таразда адам Африкадан келсе де ешкім шапалақ ұрмайды. Су, үй жақта кездесу, онда неге бәрі қайт? Мына кісі ақ көңіл екен, тросқа билеп жатыр ғой. Насос берсең сальто жасайды мына кісі. Аман болыңыздар, рахмет. Енді жалпы бұл кісі автор ғой бізде бүгін тойдың. Орынбек мырзаның азан шақырып атын кім қой деген. Орынбек деп атын кім қойлы? Ертең жем қойып қалады, айтсana. Kesiniş. Ләбіден, дардозыдан детаймен. Аға, Орынбек мырзаның есімі кім қойды? Папасы, атамыз қойды. Сіз қайдан білдіңіз оны? Білем ғой, әкем айтқан. Кім айтқан дейді? Әкем айтқан, әкем. Екеуіңіз әкелеріңіз? Ағайында. Жағып. Ағайынсыз ғой? Иә, інісі. Інісіз ба? Мына кісіге не бересіз? Фем берсіндерші. Фем берейік бұл кісіге. Қошымет тұрып қойыңыздар, аман болыңыз аға, рахмет. Құдай сабыр берсін. Енді біз қадірлі көпшілік, жалпы мынау халал той десе, біз халық бірден ойлаймыз. Ойбай, не істеймін ойға барып? 3 сағат, 4 сағат бой не істесек болады деп ойлайды көбісі негізі. Бірақ енді іштен кеш жоқ, көш көрікті болсын, тамашамыз таусылмасын. Біз сахна төріне қадірлі құдаларымыз және біздің енді бәкеңнің төркіннен келіп отырған жасы үлкендерін шақырайық. Серікбай құда бастаған, Мираш апа, Нұрлан Райхан, Байжан Марина, Бақытгүл, Қайрат Сәуле, Ғалым Нышанкүл, Сағынай, Леспек Гаухар, Бейменді Анар, Ұлықбек Зағипа, Ғани Ғалия, Есенәлі Кенже. Келіңіздер, той қаныш құтты болсын, сахна төрі сіздер үшін. Үлкен бастарыңызды иіп, тілекті бір арнаға жиып келген көптің тілеуін Алла қабыл етсін. Қадірлі жас үлкендеріміз, қымбатты құдалар, расымен де жылы дидарларыңызды сахна төрінен көріп расымен қуанытта тұрмыз. Көптің тілеуін Алла қабыл етсін. Енді рұқсат болса, жас үлкендер жөні солай шығар, тілекті бастайық. Ал Орынбек құда, мұна 40 жасыңыз құтты болсын. 40 жас деген ол жігіт ағасының жасы. Аман есен, бала шағаның ортасында ойнап күліп жүре бер. Сені қарның сау болсын. Саулық тілейміз. Ал, Орынбек Аташка. Балоса, жәнем, туған күні құтты болсын. Алланың берген жасын жасай бер. Бүгін әке шешең марқұмдар бір аунап түсіп атқан шығар. Шүкір Аллаға. Әлі орында бар оңалар деп, Құдайға шүкір.
екі қыз екі ұл арттарына тастап, міне өсіп өніп бір ауыл болып қалдыңдар. Аллаға шүкір мыңда бір. Енді біздің қалай не екенімізді осы отырған жұрттың бәрі білет. 40 жылдық тарихы бар. Біздің жаңа екі отбасының араласуының 40 жылдық тарихы бар. Көп адам біледі оны. Аташ деген 6 жаста, Бақытжан 15 жаста, Дүйсенкүл марқұм екеуміз құдағи болып, біреуін бала қып, біреуін әке қып, міне содан бері қарай 40 жылдай уақыт өтіпті. Аллаға шүкір, міне содан бері сыйласып келе жатырмыз. Балаусадай алтын келін келді. Бәрі жақсы. Басымызды көтеріп айта аламыз. Жаңағы өмірдің ең жақсы жеріне, шыңына шықты деп айтуға келеді. Міне екеуі де ерік те, Аташ та өсіп өніп, бір үйдің егесі болып отыр. Мен деген жігіттердің біреусі Базарбайдың арты болмаса да, алды болмаса да ортасында жүріп жатыр. Қуаныштымыз бәріміз. Кішкентайынан бар қуанышына ортақтасып келе жатырмыз. Енді мына Құда қаласа, мына 40-қа толып жігіт ағасы болды. Екеуің бақытты болыңдар. Қолдарың ажырамасын еш уақытта. Bir жастықта қартаюды Алла нәсіп етсін. Мына Монтиңі, Мәдинаңды Құда қаласа үйлендіріп, жайландырып, солардың рахатын көруді нәсіп етсін. Солардан немере, шөбере сүюді нәсіп етсін. Аман бол, достарыңның ортасында жарқырап, жайнап, жадырап жүре беріңдер. Аман болыңдар, тойың тойға ұласын. Енді мен өзімнің арнап әкелген подаркім бар енді. Соны жаба берсін сандуғаш. Сапалақ қайда? Ал құрметті жиналған көпшілік, Құда жат ағайын, мына бүгін осы тойдың, үлкен тойдың себеп болып отқан Орынбек 40 жасың құтты болсын. Мына балауса қарындасым екеуің бақытты болыңдар. Алланың берген перзентінің қызығына тоймай өстіп, қай уақытта болсын дастарханың тек қана жақсылыққа жайылсын. Әрдайым тойға келейік, қуанышқа келейік. Осы отқан ағайындар барлықтарыңызға рахмет. Осы Орынбек пен балаусаны сыйлап келіп отқандарыңызға, отбасыларыңызға амандық, бастарыңызға бақыт тілеймін. Жаңа 40-тың 40-асы дейді ғой. Бұл жаңа ер азаматтың ең жақсы жасының біреуі. Алланың берген жасын жасай бер. Балауса екеуің бір жастықта қартайып, ақ шашты, сарысты қария болыңдар. Тек қана жақсылық тілеймін, дендерің сау болсын. Ал мынау тойға жиналған көпшілік той құтты болсын. Орынбек Құда 40 жасыңыз құтты болсын. Балауса құдағың екеуміз бір жақсықта қартайып өсіріп отырған ол қыздардың қызығына тоймай шақпылап жүре беріңіздер. Сол үшін тілектеспіз. Ассалаумағалейкум. Аташ, той құтты болсын. Келін екеуің бақытты болыңдар. Әрқашанда дастархандарың жайшылыққа жайылсын. Ауырмаңдар. Ажол тілеймін. Мықты бол, 100 жасаңдар келін екеуің. Алғыс білдіреміз, той қыласын. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауымдар. Аташ, енді толған күн құтты болсын. Бақытты болыңдар, бары болыңдар, бай болыңдар. Өстіп аман есен ортамызда. Насиіміз артап, өзіміз құдалығымыз 1000 жылдық болып. Әрқашан жақсылық тойда бас қосайық. Жақсы күндеріміз көп болсын. Әрқашан жақсы хабармен ояныңдар. Алғыс білдіреміз. Алып қостарымыз бар болса біз қапы қалмайық. Болды, көңіл толды десеңіздер, біздер ризамыз. Негізі баяғылар айтушы еді, көмінді қанша піссеңді алатын бір табақ сарымай деп. Бәріміздің тілегіміз ортақ, Алла іште тілеген тілегімізді де қабыл етсін. Бейбітшілік заманда біз сіздермен жақсылықта жүздесуді Тәңірден тілейміз. Суретке түсіп алсақ, жақындыра қойыңыздар. Тойың тойға ұласын, салған әнін қырасын, сәнін берсін сәкеннің, әнін берсін күләштің, туысқандар ай. Тойың тойға ұласын, салған әнін қырасын. Осы Орынбек үшін деп орнынан тік тұратын
Мынау кезінде ләңгін мен жәнін шығарғам дейтін жігіттер бар ма? Жеңімпазға жақсы бір құпия болып тұрған әзірше бір сыйлығымыз бар. Кім? Ке, өзіңіз айтсаңызшы. Несін қорғыз жүр? Марат. Марат нағашымыз. Құрдастардан кім бар? Шақырып келіңіздер. Дәмнен ауыз тиіп, ағайындар інілерінің арасынан шықсын, не бопты? Бұл ұлттық ойынымыз ғой, ұмытуға келмейді. Мен өзім білуімше, тура дәл осы жерде отырған талай жігіттер кезінде ләңгін тепкен. Тоқты болсын. Енді әр столдан бір адам сайлауға да болады негізі. Сіз өзіңіз айтып тұрыңызшы, сіздің сөзіңіз жерге тастаған адам білмеймін енді не болатын. Ғалымжан берген. Аты сондай, Ғалымжан ба қалай? Әшін Ғалымжан ба? Бергеле. Бергеле. Қалеке келіңіз ол. Іштенгесі жоқ ода тұрған. Ғалымжан мырза, қолдан келгенше ғой, Орынбек енді мырза сізге қолға салып тұр. Әр орта отыр ғой өз жерде, бір жігіттен сайлайық, қадірлі ағалар. О, келіңіз, әні. Байқап отсақ, уже біраз, мына кісі уже кетіп қалды. Алдын ала дайындап келетір бәрін, я. Тойықты болсын, міне, жасы үлкен ағаларымыздың өзі келетір ғой. Не отырсын мынау? Кейінгі жастар қайда, орта буын қайда? Әні. Атам қазақ намысына өлген ба? Әні. Ғалымжан шыққан жоқ қой, я? Ғалеке, құбыла мұнияқта ғой, мұнияқ қарасаңыз кішкене. Жағыды, бұл кісі өз ыңғайыстан қинаған жолдас болмайды дейді, ешкімді қинауға қақымыз да жоқ. Тебеміз дейтін жігіттер болса, келіңіздер. Енді, аға, сіз бірінші шықтыңыз, сіз бастаңыз. Мынау былай ғой. Енді 3 мүмкіндіктен болады. Ішке тепсеңіз бірге саналады. Люр тепсеңіз 5-ке. Жанжы білес қой, надан өтіп, наған тисе 10 ұпай. Кеттік, бастаймыз. Назар аударамыз. 5-еу, 6-ау, 7-еу. Бастамас жаман емес. Аға, ортаға қарай. Кім, олай емес. Не болды, мынау? Не әңгіме? Жоқ, нақсы өтіп кетсін, сәлеміз. Иттекпен кезде, надан өтіп, аға, жанынан мынаған тию керек, жанжы деген. Люр былай ғой енді, өзіңіз білесіз. Аға, кеттік. Енді жаңа дайындық деп есептейікші. 3 мүмкіндік бар. Кеттік, бісміллә. 5-еу. Бастамасы ғой енді. Теппе келді біраз болған шығар, аға. 5-еу. 6-ау. 7 ұпаймен қалдыңыз ба? 7 ұпаймен қалды ағамыз. Кетіп қалмаңыз, қазір жеңімпаздарды анықтаймыз. 5-еу. 10. Ой. Кеттік. Келесі мүмкіндік. Сол болып тұр ғой енді, бұйырғаны. 5-еу. 10. 15. Ой, шірген, қошаметтеріңіз. Аға, ләңгін теппе кел қанша жыл болды? 30 жыл болған шығар. Не, 70-ке келдің ме, не қалдың аға? Кеттік. Мына жасқа кеп, қол соғайшы, 15 ұпай, 3 люрі. Кеттік, сізде. Біреу. Не болды? Көріңіз. Оқырана! 5 болды. Аға, біреу, 2-еу. Оқырана! Ана, 7-еу. Айтыр, бірдеңе қылды айтыр. Кеттік, аға. Осы кісі мамалататын сияқты кәз. Аға, мына қарасаң. Кім, не қылды қыз? Не қарасаңшы, не қарасаң? Ыңғайлы болады сол кезде, 5-еу. Ой, жағды. Боқтамаймыз, аға, халал той. Кеттік. Кезексіз, осы кісі. Ой, жағды. Біреу. Сексен болмайды ғой. Нау, люр, жанжым надан өтіп, надан деп тию керек. 10. Түсірген жоқ, ағам. Кім? Бірмейді, аға, бірмейді. Отырасыз ба, көке? Адам 40 жасы отыр, аташқан тем более. Қамшымен басына ош жүрмейді. Кеттік. 10, 20. Қошаметтеріңіз.
О, жаман емес, бірінші мүмкіндіктен. Әне. 10, 20, 21, 21 ұпай. Тағы біреу бар ғой, я. Ой, кеттік ал. Біреу, 2 люр, 3 люр, қошамет, 30 ұпай. База жоқ. Өзде форма кеп тұр екен ғой өзде. Аңғайлы, өз бітмей аңғадан аңғайлы екен. Кеттік. Ал, кеттік ал. Әркім өзінің танысына емес, жалпыға деме білдіріп отырыңыздар. Аға не болды, аяқын пәтуасы болмайды ма? Қиық деп жатыр ма? Кеттік ал. Ой, жақты. Кеттік. Біреу, 12, ой, кім, не? Қанша болды? 23 болды ма? Әділ болсын барлығы. Дұрыс қой. Кет, соңғы мүмкіндік аға. Ана 30 ұпай жинаған братан қарға батқанша іштей. 20? Охой, шіркін-ай. 23 ұпаймен қалдық аға. Жаңа сіз түсінбей қалдың деп атсыз аға. Көрсетіңізші мастер-класс. Құдайдың құдіреті-ай, қошеметіріп қоймайсыздар ма? Негізі аға, бұлай ғой, сіздің жасыңыз қаншада? Ортаға бар. Болмаса ұра беріңізді мен жарты сағат жат демей алайын. Енді, аға, жас қаншада? Егер құпия болмаса? 54. 54. Сізде? 43. Пацандар ғой. Енді, бірақ осы тұста, жалпы енді әділ ғой, енді елдің бәрі қарап отыр. 30 ұпай ағамызға қол соғып қойсаңыздар болды. 3 жанжы тепті. Ал енді чемпионға чемпионға Данкрат Брик. Қошемет тұрып қойыңыздар. Енді былайға тұсақ, үшеуміз енді өзіміз болып қалдық қой енді. Осы нағашыңызға бірдеге берейінші мен. Бәріне бере берейін ба? Мына аға сізге берейін. Бұл негізін дүние ешкімге жолдас болмайды ғой. Просто сіздерге де осындай. Сіз қашан алдыңыз? Бұл кісі жаңа фен алған екен ғой. Жоқ, алыңызшы, еркекше болсын. Шықтыңыз ғой елдің алдына, ят болады. Ертең біреуді аллағандай болып қаламыз. Аға, сізге өте бір необычный адам түсінбейтін подарка. Сыртын бұрап қойып, қаяқтың түсінесің? Ағам жыл жатсыншы нағашымыз. Нағашеке, сізге рахмет. Ұлттық ойынымыз ұмытпай, дәріптеп, қолынан келгенше Орынбек үшін деп орнынан шығып, өнер көрсеткен ағалар мен азаматтарға қол соғуға бола ма? Аман болыңыздар, рахмет. Жайғаса қойыңыздар. Бөле жармай сахна төріне алдырайық. Орынбасар, Тәттігүл, Аиша, Мыңжасар Гүлзада, Қалдыбек Раушан, Тауасар Гүлжан, Ержан Рая, Дүйсебай Гүлбану, Жеңіс Индира, Еркебұлан Айдана, Орынбасар Ақырке, Нұржан Мадина, Бағдат Ақнұр, Айдос Ақмарал, Бауыржан Салтанат, Қаршыға, Ернар Аида, Еркебұлан Жұбайыңызбен, Ғалымжан Арай, Бақытжан Ақмарал, Дәурен Азима, Нұрғиса Динара, Дүйсеқан Нұрғайша. Келіңіздер, қадірлі нағашылар, қымбатты бөлілер. Келің екеуің бір жастықта қартайыңдар, ол қыздардың қызығына тоймай жүре беріңдер. Бар жақсылықты тілеймін, Алланың берген жасын жасай бер. Орынбек, туған күнің құтты болсын, жасыңа жас қоса бер, жүзге жет, денсаулығың мықты болсын, бала-шағаң аман болсын. Балауса екеуің бір жастықта қартайыңдар, тойың құтты болсын. Ал жаным Орынбек, бүгін мынау 40 жасқа келіп жатыр екенсің, құтты болсын. Баласы екеуің бір жастықта қартайыңдар. Міне, қара шаңырақта отырсың, әкең мен шешеңнің орында. Орында бар оңалар деген осы жаным. Өсіріп отқан балапанның қызығына тоймай, солардың ортасында дендерің сау болып, әрқашанда жасыңа жас қоса бер. Бақытты болыңдар. Не дейміз? Әрқашанда жақсылықта, тойда, амандықта бас қоса берейік.
той қыласын. Орынбек, мынау бүгін 40 жас тойларыңыз құтты болсын. Денсаулық тілейміз. Осы балдыз екеуіңіз бір жаста қартай беріңіздер. Мынау кішкентайлардың қызығына тоймай жүре беріңдер. Біз тек жақсылыққа кеп тұрайық. Мынау құтты болсын тойларыңыз. Қайырлы кеш, тойға жиналған көпшілік қауым. Орынбек, бүгінгі 40 жас мерейтойың құтты болсын. Саған біріншіден деніңе саулық тілеймін. Балауса екеуің шаңырақтарын әрқашанда биік болсын. Дастархандарын тек қана жақсылыққа жайсын. Монте қызымыз үлкен азаматша болсын. Тек қана үйлеріңе қуаныш тілейміз. Осындай дастарханда жақсылықта кездесе берейік. Той қаласын. Сапалар қойық. Орынбек, мерейтойың құтты болсын. 100 жаса, денсаулығың мықты болсын. Әрқашан отбасың жақсы болсын. Бақытты болыңдар. Өсіріп отқан ұл қыздарың келін екеуің қызығын көріңдер. Тек осындай үлкен қуаныштарда бас қосып жүре берейік. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Баршаларыңызға осындай қуанышты күндер жұғысты болсын. Әрқашанда жүздеріңізден күлкі кетпей, дастархандарыңыз тек қана қуанышқа жайылсын. Ал мынау Орынбек, баласа, бүгінгі қуаныштарың құтты болсын. Орынбек, мынау 40 жас деген өзі әдемі жас екен. Осы 40-та қылық шығарасын деп қазақ айтады ғой енді. Қылықтарың жақсы жағынан шықсын енді. Керек жағынан шықсын. Рахмет, мынау асабаға рахмет, айналайын. Жаңа көкеме 70-ден деп жатыр ғой. Мен ләңгі теппегенмен сол 43 жыл бопты. Рахмет, бір серік қалдық. Сол той қаласын, әрқашанда қуанышта бас қосуды Алла нәсіп етсін. Тағы да алып қосарымыз бар ма екен? Той құтты болсын. Ассалаумағалейкум, қадір қонақтар. Мынау бүгінгі жаңа майын той дейді ғой, жаңа май құтты болсын. Алла бәрімізге нәсіп қой. Аташқа gəlмеші, кішкентай қайным. Орынбек дейміз, Аташқа дейміз ғой. Туғаның құтты болсын, Алла. 40 жасың құтты болсын. Алла мынау баласы екеуің мәңгілік махаббат, бір жасқа кеп қартайыңдар. Қазақтың тойы бітпесін деген, той қыласын, тойдыман құтты болсын. Алла бәрімізге той құтты болсын. Аташқын тойында апашқылар ұқсап көп сөз өрмей қайтайық. Билеп. Ризамыз ба? Енді рас бұл кісілерге салсам барлықтарыңызға тілекті ұсынғысақ келіп тұр. Бірақ аттен тонын келтесі өзіміз келіскен уақыттан кеш бастаған тойдың шашауын шығармайықшы деген ниеттеміз. Той қыласын. Суретке түсіп алайық, жақын келе қойыңыздар. Мархабат. Негізі келіп жайғасқанымызға біраз уақыт болды негізі. Бір жақсылап билемей кетпекші, ортаға шығайық. Ұнап қалдың ей сен маған. Нұр бейнесін кеудеме көшіремін. Ол қаласа дұшпанды кешіремін. Ес білгелі аруға ынтық болып, ессіз ғашық болғаным осы менің. Алма гүл деп ән салам, алма гүл деп жар салам, күй кешеді осылай ғашық болып қалсам. Алма гүл деп ән салам, жетпейді екен жан соған, қолым жетер бір күні, ұнап қалдың ей сен маған. Алма гүл деп ән салам, алма гүл деп жар салам, күй кешеді осылай ғашық болып қалсам. Алма гүл деп ән салам, жетпейді екен жан соған, қолым жетер бір күні, ұнап қалдың ей сен маған.
сені, мен де баяғыдай сұлусың ау жаным, сен де баяғыдай сүйем деуге сені ұялғаным мен, мөп-мөлдір көзіңді қиялдадым мен. Жақсы көрем сені, мен де баяғыдай сұлусың ау жаным, сен де баяғыдай сүйем деуге сені ұялғаным мен, мөп-мөлдір ай көзіңді қиялдадым мен. Әй сүйе алмадым мен, қалай қылайын, қалай қылайын, мүлдем үндемейсің сен, қалай ұнайын, қалай қылайын, қалай қылайын, мен өзіңді сағынсам қалай шыдайын. Шаршамаймыз, кеттік. Жаным деп күнарам, күнде саған барам, сенен хабарым жоқ қой, салам әнге салам. Мені сен шақырсаң, құстай ұшып барам, сүйдім сені гүлнарым. Ей, жаным деп күнарам, күнде саған барам, сенен хабарым жоқ қой, салам әнге салам. Мені сен шақырсаң, құстай ұшып барам, сүйдім сені гүлнарым. Ауылыңа күнде барып қайтамын, көздеріңнен махаббатты байқадым. Күнде саған тәтті әндер айтамын, айтамын. Ауылыңа күнде барып қайтамын, көздеріңнен махаббатты байқадым. Күнде саған тәтті әндер айтамын, айтамын. Жүрек дүрсілдетер, күлімдесең маған, сыйлайын мен гүлдер, арнап күнде саған. Гүлденіп тұр жүзің, гүл алып мен барам, келдім саған гүлнарым. Хей, жүрек дүрсілдетер, күлімдесең маған, сыйлайын мен гүлдер, арнап күнде саған. Гүлденіп тұр жүзің, гүл алып мен барам, келдім саған гүлнарым. Ауылыңа күнде барып қайтамын, көздеріңнен махаббатты байқадым. Күнде саған тәтті әндер айтамын, айтамын. Ауылыңа күнде барып қайтамын, көздеріңнен махаббатты байқадым. Күнде саған тәтті әндер айтамын, айтамын. Аруға чу-ча-ча, кто тут такой красавчик, кто тут такой молодец. Балса станет мамой, Орынбек будет отец, запросит махар, ведь ты у нас айдахар. Тебя зовут Орынбек, но все зовут тебя Аташ, 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 Аташ. Аташ, 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 Аташ. Самый лучший той, это наше, наше, наше. И это той, ваше, 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 ваше. Легенда той, это наше, 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 наше. Лучший той века, это наша папатека. 85 не ит, бәрі тойда билит. Жағдайымыз комплитный бит, таки-так сен әкеңді аңды, балаңды жотан. Сенің ба исті, ондайдан даже компьютер весь тоқтан. Ал түсімді білмейсің, бәрін билеген белгісіз. Нам нашепталып ташка, что ты крутой папаша. Балоса просит махар, ведь ты у нас айдахар. Тебя зовут Орынбек, но все зовут тебя Аташ, 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 Аташ. Аташ, 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 Аташ. Молодцы, қыздар. Рахмет.
Енді біз қадірлі көпшілік, әрине біздің Орынбек ағамыздың орын тауып, ел ортасында қадірлі атанып жүргені, әрине Балауса әпкеміздің бар ел ортасында құрметті атанып жүрген, әрине ата-аналарымыздың арқасы. Біз енді ата-аналарымыз деп арнайы ардақтап, сахна төріне шақырғалы тұрмыз. Құрал, Бота, Бақытжан, Сандуғаш, Ерік, Маядай, папа-мамаларымыз шақырайық, ортаға келіңіздер. Мархабат, той құтты болсын. Анасы, ой шіркін, бұл ғаламда сыйғандар, бір-біріне меймандар, өмір деген өткінші, сыйласың да сыйлаң, шын бақытты бір көрсін, кім туғанса болды ойға, дәл осындай той көрсін. Етене жақын жандармен тойлайтыны бәрімізге мәлім. Мынау залда енді бөтен адам жоқ, біз қуаныштымыз өздеріңіздің осындай аман-есен алдымызда жарқырап жүргендеріңізге. Той қыласын, ендеше әкеміздің ақ тілегімен бастайық. Құрметті көпшілік, мына бүгінгі Орынбектің 40 жасына жиналып жатырмыз ғой. Мына Орынбектің өмір жасы ұзақ болсын. Балауса екеуі бір жастықта қартайып, осы бала шағасын өсіріп аман-есен арамызда шапқылап жүре берсін, жүзге жетсін, аман болсын, дені сау болсын. Ал құрметті мынау Аташқа да үйреніп кеткенбіз бәріміз. Орынбегімнің тойына жиналған көпшілік, барлығыңызға мынау төстігөл шақырған кісілер қалмай келгендеріңізге көп рахмет. Мен бірінші айтайыншы, мына Қуаныш балам тамада болып тұрған біздің үйдің 4 келіннің бетін ашқан. Құдайға шүкір, бәрі күшті өсіп өніп жатыр. Рахмет жаным. Ал Орынбек жаным, Балауса, тойларың құтты болсын. Төрлеріңнен тек қандай осы жақындарың, жақсыларың ешқашан төрлеріңнен кетпесін. Әрқашан шақырған қонақтарың, кісілерің, жекжат, жұрат, барлығы қастарыңда болсын. Сендерге тек қана бақыт тілеймін. Бақыттың базарында, Алланың назарында болыңдар. Мираш құдағы айтып отыр, 40 жыл болды. Осыларға не болғанымызға, Бақытжан мен Сандуғаш өкіл әке шешелерін ғой енді. Құдағиды көре алмадық енді. Енді біз осы Орынбек пен Балауса үйленгелі біздің құдағиымыз Мираш құдағи, Сандуғаш, Бақытжан. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Ерік, жаста болсаң басысың ғой сен. Орынбектің ағасысың, үлкен құда сенсің. Рахмет осындай ат салысып, бауырларыңа қолпаштап көмектесіп жүргендеріңе. Алтынай, Қарлығаш, рахмет сендерге. Қайсы бір күні Балаусаға хабарласып жатырмын ғой, Балауса не көмек керек, бізде не істеп жатсыңдар десем, мама, Қарлығаш әпкеме барып келдім, бүйтіп жатыр, Қарлығаш әпкем келе жатыр. Ойбай, мен тыныш отырайын дедім онда. Ал көпшілік осындай той әрқайсыңыздың үйіңізде бола берсін. Мына қыз деген жақсы ғой. Алтынай мен Қарлығаш екеуі әйтеуі жүгіріп жүріп, екі жақта қазір столға отырмай жүгіріп жүр. Рахмет сендерге. Бауырларың сендерге жақсы төркін бола берсін. Алдарыңда тек қана жақсылық күтіп тұрсын. Монтиімнің артынан ілесіп, үбірлі-шүбірлі бола беріңдер. Менің Орынбек, қазақ айтады ғой, аузымды ашып сүйгенім, көзімді ашып көрген деп. Ең алғашқы қызығым осылар. Монтиім ең алғашқы немерем. Тек қана бұларға жақсылық тілеймін, бақыт тілеймін. Армандарың көп болсын, соған жете біліңдер. Көп жасаңдар. Ал, ассаламағалейкум, жиналған қауым. Орынбек, Балауса, жасап жатқан 40 жас тойларың құтты болсын, денсаулықтарың мықты болсын. Өсіріп жатқан бала шағаң рахатын көріңдер, немере көріңдер, шөбере, немене айтыр, көбейе беріңдер. Шаршамай, шақпылап жүре беріңдер. Енді дастархандарын тек қана жақсылыққа жайылсын. Көп жасаңдар, бақытты болыңдар, бай болыңдар, аман болыңдар. Ал Орынбек балам, ат жалдын тартып 40 жасқа келген, қамал бұзған 40 жасқа құтты болсын жаным. Балауса екеуіңе бар жақсылық, қуаныш, бақытты тілеймін.
отбасыларыңда береке болсын, жүрген жерлерің берекелі болсын. Мына Монтидің артынан Алла қаласы ұлды қызды кесін, екі қызды ұзатып, немере сүйіп, шөбере сүйіп, бақытты ғұмырлы болыңдар. Айналаңдағы бауырларың аман есен болып, бар қуаныш кесін. Мына көпшілік қауымға рахмет, алтын уақыттарыңызды бөліп, біздің балалардың тойынан қалыспай келгендеріңізге мыңда бір рахмет. Ассалаумағалейкум, бүкіл жиналған қауым. Мынау бауырым бүгін 40 жасқа келіп жатыр екен. Алла тағалам осы берген ғұмырларын бәрін қайырлы етсін. Тағы да бір 40 жас жасап, 80 жылдық мерейтойында жолығуға Аллах тағалам нәсіп етсін. Ал балауса, бауырым, мынау жасап атқан тойларың болсын. Орталарың да сыйлы болып, әрқашанда шаңырақтарың биікте болсын. Өсіріп атқан ұрпақтарың бәрі салиқалы ұрпақтар болып, бақытты болыңдар. Ал келген құрметті қонақтар, рахмет сіздерге өстіп сыйлап бізді келіп атқандарыңызға. Орынбек, балауса, бүгінгі тойларың құтты болсын. Бақытты болыңдар екеуің. Немере шөбере сүйіңдер. Дендерің сау болсын, өстіп, арамызда ойнап күліп жүре беріңдер. Құда жекжаттарыңа, достарыңа, коллективтеріңе, бауырларыңа рахмет, өстіп сыйлап сендерді келіп жатқан. Әпке жезделер, рахмет сіздерге, өстіп аталысып атқандарыңызға. Сол, бақытты болыңдар екеуің. Енді біздің енді отбасымыздың атымыздан деп тұрмыз, енді айтарымызда болып тұр. Сый құрметімізді сыйға тартуға ел алдында қадірлеп, еңбектеріңіз бағалап, сәл еңбектеріңіздің бір бұрышын болса да бағалап қойға рұқсат етіңіздер. Өйткені мына баяғылар айтушы еді, әке көрген оқ жанар, шеше көрген том пішер деп. Міне Құдайға шүкір Орынбек ағамда балауса әпкемізде бір қараған жан сырттан қарап сүйсінетін керемет отбасы. Құдайға шүкір тіл көзіміз тасқа. Енді алғашқы сыйлығымыз әкелерімізге шуба, мамаларға куртка аласа кіреді. Әне. Не болды? Не болды? Қол шошақ болады ғой деген. Сіз бұлай қайда ұстап көрмейсіз бе? Сөйтсейші қайда ұстап сездің көрсейші құшын. О! Қайда бұя? Өкіл папаңызға кейісіп қойыңыз. Бауырыңызға, Ерік ағамызға. Ерекке жақсылыққа кейіңіздер. Осы бауырым беріп еттіп, жақсылыққа кие жүріңіздер. Демеп қоймаймыз ба? Мұна жақсылыққа кейіңіздер, аманда есен жүріңіздер. Сіздер іштенге беріп... Және да. Бәсе, сонда бірдеңе бар еді ғой? Ал енді рұқсат болса, бізде өзіміздің подарығымызды берейік. Орынбек. Бір жылқы. Әбіл, Қамшыбек, Роза, Есен Гүлсім, Жүмәзім, Зейне, Шүкірғали, Нүрсия, Қуанышбек, Әзімбек, Жаңыл, Әшірбек, Ұлжан, Лесбек, Айгүл, Айдәулет, Нұрдәулет, Жұлдыз, Мұратбек, Кенже, Жандос, Саламат, Айдар, Алтынай, Мадияр. Келіңіздер, ортаға билет. Сода қудан сұлу болатын, айналайын ақ сәулем, үміт отын жақ сәулем. Ақ қуым бұл көгімде самғашы бүгін, күнде күліп арайлым, келер ме деп қараймын. Ағайынның көшін алдыға сүйреп келген қадірлі құрметтілеріміз дүбірлі той құтты болсын. Әулетімізде болып жатқан той қыласын. Ендеше көш бастап келген үлкендер сөз бастасақ.
той құтты болсын. Ал мынау үлкен тойға жиналған құда жекжат туысқандар, барлықтарыңыздың қадамдарыңызға гүл бітсін. Мына балаларды құрметтеп келіп атқандарыңызға рахмет. Айналайын Аташка, өзім қойғам Аташка деп. Орынбек, айналайын, мына қалауса екеуіңнің мына үлкен тойларың құтты болсын. Мына Ерік пен Маяға, Қарлығашқа, Күйеубалаға, Алтынайға, оның да күйеуіне бәріне рахмет. Міне барлықтарың біріңе бірің себепші болып, елдің алды болып, елдің қатары болып, үлкен өмірді жасап атсыңдар. Мына бала-шаға өсіріп, дендерің сау болсын, ұстаған қолдарың мәңгілікке айырылмасын, дендерің сау болсын, балалар бақытты болсын. Өсіріп атқан екі қыздың Құда қаласа үлкен тойы болсын. Бұдан да не деймін, мына орында бар оңалар дейді, мына үлкен семья болып бақытты болып атсыңдар. Мен қуаныштым осындай қалға жетіп атқандарыңа. Дендерің сау болсын. Енді қалғандарыңна ағаларың айтады. Орынбек, айналайын, 40-қа келген тойың құтты болсын. Баласа екеуіңе тілейтінім, өмір жастарыңызға қойып, дендерің сау болып, өмірдің биігінен көріне беріңдер, ұрпақтарыңды өсіріп өндіріп, сыйлы болыңдар ағайынға, жора жолдастарыңа, бауырларыңа. Тек жақсылық болсын. Осында ниеттес болып, сенің жақсылықтарыңа ниеттес болып жүре берейік. Дастархандарың жақсылыққа жайсын. Жамандық көрмеңдер, айналайын, өсіп өн, айналайын. Тілейтінім аны. Орынбек, 40 жасың құтты болсын. Денсаулығың мықты болсын, баласы бақытты болыңдар. Ал, Орынбек, тойларың құтты болсын, 40 жасың құтты болсын. 40 жастың 2-3 жасап таста. Баласы екеуін өмір жастарын ұзақ болсын, бір жастықта қартайындар. Ризамыз ба? Ағайынның арасынан той үзілмесін. Біте қайнасып бірлігіміз ажырамасын. Той құтты болсын. Келіңіз. Господин Аташка. Енді Асан шағып қойған аты Орынбек. Халықтың қойған атын өздеріңіз білесіз. Алма мойын қиылған қас, сені сүйсе балға бишаны, сені сүйдім балқия жан, сыйға тарттым мен падишаны. Танысуй мадал, есімім балға биша емес балқия, құтбаша билейікші кел бір партия, бақытты болуына мен гарантия. Балқия, балқия, есімім балға биша емес балқия, құтбаша билейікші кел бір партия, бақытты болуына мен гарантия. Балқия, балқия. Есімім балға биша емес. Ал туысқандар билейік. Alvan alvan güllerin alıp Atrafınga nazarlar salıp Mahallaga kelar eding Musiqani qo'yib olib Hali hamon yodimda Qolgin deding yonimda Seni jondan sevgandim Eng gullagan onimda Ko'k Jiguli, ko'k Jiguli Eslatadi sevgimizni Jiguli Qo'shni guli Qizg'onardi seni mendan o'sha
ismimiz yazar ettik. Esingde mi o divar? Енді біз дәл осы тұста Орынбек аға, келіңізші, сізге деген қызымыздың, бауырыңыздың бір тамаша әні бар. Сол әнді қабыл алыңыз. Мадина қызымыздың да мерейін үстем қылып бір қол соқ қойыңыздар. Тамаша ән шашу, қабыл алыңыздар. Саған менің көзімменен қараса, сөзімменен алмайды ешкім таласа. Сенбейсің аға сенің қасыңда, Алатауда Қаратауда аласа. Маған сендей ешкім құшақ ашпайды, күннің өзі нұрын сенде шашпайды. Керек десең аға сенің қасыңда, ұқсаса деп көзім өткір көзіңе. Кім келіп деп өскеніңді білмеймін, мен іріктеп өстім аға өзіңе. Аға сендей бола алмайды басқалар, өзің барда мен кімнен жасқанам. Сен асылсың аға сенің қасыңда, алтын күміс құнсыз қара тас болар. Осы күнім татитындай ғасырға, абыройың асуда. Мен өзімді хан қызындай сезінем, аға сенің қасыңда. Бауыр болған аға сендей асылға, бақ бар екен басымда. Осы күнім татитындай ғасырға, абыройың асуда. Сен тұрғанда қасымда, сен тұрғанда қасымда. Осы еркектер ешқашан бітпейтін әңгімені тойға келіп айтатынына ризамын ғой жалпы негізі. Ешқашан шешілмеген мәселені тойға келіп шешіп жүреміз ғой әйтеуір. Енді арнамыздан алыстап кетпеңіздер, 1 минуттарда сыйлығымызды елге тартып өтеміз, асымызда дайын болады. Біз енді оға дейін Балауса ханымның барын салып, жанын салып дайындаған сыйлықтарын сіздерге сыйға тартуға рұқсат етіңіздер. Үлкен экранға назар аударып қойсаңыздар. Арнамыздан алыстап кетпеңіздер. Сыйлықтардан қапы қалып жүрмеңіздер. Мына сөздің авторын Қазақстанда, қазақта білетін кім бар? Қол көтеріп жауап берейік, сыйлықтан ажырап қалмайық. Ой, айт, не болды? Ана кісі қол көтеріп үлгеріп қойды, не болды? Келіңіз аға ортаға. Там-тау адам, тұр-тау адам, тұр-тау адамның қасындағы нөкерлер қарап отпай. Той құтты болсын аға. Бұл сөздің авторы Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсарин. Жауапты экраннан көрейік аға. Жауап дұрыс. Жалпы бұл отбасы кім болады сізге? Бар жағы құда да, інім де, күйеу бала да бәрі. Бүгін кім болып келіп отырсыз? Мен коллектив болып. Әріптестер, иә? Қай мамандық аға? Тарих. Тарих па? Ой, бұл ұстаздар ғой. Итак, өздерім үй ашып жүрген адам. Оңай емес, біреудің баласын сабақ беру деген. Аға, рахмет, табысты болыңыздар, жемісті болыңыздар. Тарихи адам ғой бұл кісілер. Келесі нұсқа. Келіңіз, қол көтеріп үлгердіңіз, мархабат. Сәги-диги-диги-диги-диги әнден соң, сәги-диги-диги-диги-диги әнден соң, сәги-диги-диги-диги-диги әнден соң, десәрім. Бұл сөздің авторы? Мағжан Жұмабаев. Мағжан Жұмабаев. Көрейікші. Мұт, пожалуйста. Сізге деген сыйлығымыз қабыл алыңыз. Жалпы Орынбек ағаң болады. Құдағи, құда бала.
Давай. Не болды сонымен? Бұл кісі өзді мешіп қалды ойын. Кеттік, келесі. Ойба, не ғой? Ана кісі далаға шығып кетеді, ұят болды ау. Орнынан тұрып кетті уже. Келіңіз. О, чинури, әмгүні, әмлүні. Ай, чинури, әмгүні, әмлүні. Лихи-лихи ойна. Oyna liki şıkı baba şıkı hoş geldiniz. Bu sözün avtörü 3G Головкин. Triple G. Qanday? Геннадий Головкин. Көрейік. Мой крутой ағашка, это наш аташка кім болады? Құдағи болам. Құдағи. Күшті. Құтты болсын сыйлығыңыз. Келесі. Жалпы қазақта бұл сөздің авторы кім? Әлде кімдер? 1, 2, 3, 4. Бақыттың думаны кімдерге қимасын. Ештеңе жоқ баратан өзім билей берем. Кім айтты бұны? Ақтаулықтар, жаңаөзендіктер, адайлар. Тағы қандай қалаларды білесіз аға? Көрейік. Міне. Кім болады ана кісі? Бөлем. Бөлес үшін қайдан келіп отса аға? Тараздан осы. Давай. Кет, келесі нұсқа. Жоқ, отырып, шайын шеш құрсын бір безген. Жоқ, қоймайды. Ана кісі деді алсын, не болыпты? Алаулаған от бекенсің, жана алмаған жоқ бекенсің, тағдырымның тармағанда. Ой-бой, бұл сөздің авторы кім? Таксистер. Таксистер? Құдай сабыр берсін. Көрейік. Маршрут перестроен. Құдай сабыр берсін. Сіздерде ұстаздар ғой, жарық. Отпуске шықтыңыздар ма? Жарықтық. Ұмытайық шан, нервтардың бәрін. Жоқ, майда жоқ. Келесі. Біліп тұрмын аға. Ана бейтіне аладыңдар ғана? Алмайды. Жоғардағы стол бір айтсыншы. Келіңізші. Барыңды бағала, бағыңды арала, сағындырады сол. Биік күшті болды аға. Сіркем су көтеріп отқан жоқ, Қандай? Ермахан Ибраимов. Көрейік. Вот, пожалуйста. Кім болып келдік аға? Інісімін. Ауылдас інісімін. Мен негізі таксовой деп жүрген адаммын. Құтты болсын аға, ыдыстың аяғы. Соңғы нұсқа. Кім айтты? Братан, сізге жан. Бақ ішінде қызыл алма. Осы кісі, ғалымжан дейтін, осы кісі ма? Негізі бұның ağzынан шарқып қалды. Ғалымжан екен. Ұмытпаңыздар. Аға, бұл кім айтты? Путин. Оны айтпайтын жоқ. Көрейік ал. Міне. Ғалымжан дегені ғана кім болады сонда? Бөлес. Болады. Лүп-түк пішчанай десем сөйме. Аға, сыйлық құтты болсын. Құдай сабыр берсін бұл кісіге де. Енді Марат Палас мейрамханасының аспазшыларының алтын қолымен дайындалған қазақтың ұлттық асы, қазақтың ұлттық бренд тағамы. Үлкен асымыз дайын болған екен, қабыл алыңыздар. Дастарханның байлығын, денің саулығын берсін. Аман болыңыз. Мойыл көз момын көріктім, төсімде сені көріп, толқыны долы теңізде
Желкенсі желдей желіктің, желкенсі желдей желіктің. Ботадай көзің мөлдіріп, сағынып жүрек елжіреп. Өзіңді ғана өзіңді, тұрғанай жаным көргімге. Отқа да қолың талғамай, қанатым күйіп қалғанай. Алыстап барат жастық шақ, айдан да бек арманай. Бермейді тыным жүрегім, қалың бір ойдан Дүбірлі тойымызға тамаша әнін дайындап тілектес болып келіп отырған Дәулет Мырза, құрметтеріңіз үшін әнші қайда қабыл алыңыздар. Рахмет, ассалаумағалейкум. Мен өмірімде аташқы деп айтып көрмедім. Орынбек аға, жезде тойларыңыз құтты болсын. Құдай қаласа 40-тың тағы бір екеуін жасаңыздар. Арнайы әріптестердің атынан махаббаттарыңыз ешқашан ортаймасын деп әдемі әнді сіздердің құрметтеріңізге орындаймыз. Ортаға вальске келсеңіздер болады. Қарасам көзім талмайды, сағынған жанға жете алмай. Қаншама гүлдер зарғайды. Ғашықсыз өмірме, егілме жаным, егілме.